Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 4-94 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ас адамның арқауы, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Бұл сабақта сен берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрауды, оқиғаның ретін сақтай отырып баяндауды үйренесің. Сөздердегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажырату дағдысын жетілдіресің. Балалар, біз өткен сабақта дыбыстар дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінетінін білгенбіз. Дауысты дыбыстарды және дауыссыз дыбыстарды ажырата аламыз. Енді балалар, мына өлеңді мұқият тыңдайық. Нан ардақты адалас, кәрі жас одан аттамас. Нандай жоқ қой асылдан, жеп үйренген жасыңнан. Дастарқаннан нан кетсе, береке кетер асыңнан. Балалар, өлең не туралы екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Өлең ас атасы нан туралы екен. Балалар, нан дастарқанға қалай келеді? Нан туралы не білеміз? Ендеше балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Бізде суреттер берілген. Осы суреттерді ретімен қойып шық, және әңгімеле. Екінші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Ақтоқаш. Түс кезі. Екі дос мектептен қайтты. Екеуінің қолында ішінде шұжығы бар ақтоқаш. Қажікен нанның бір кішкене қалдығын қағазға орап сөмкесіне салып алды. Ал Қажікеннің досы өзі тойғаннан кейін тоқаштың қалдығын бір кескен шұжығымен бірге лақтырып жіберді. Қажікен досына қарап: ары қарай не болатын болжап, мәтінді жалғастыр. Мәтіннің мазмұнына қарама-қарсы пікір айтып көріңдер. Үшінші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Еңбекпен тапқан нан тәтті. Енді балалар, осы мақалдағы еңбек, тәтті сөздеріне дыбыстық талдау жасап көрейік. Еңбек, екі буын бар, 5 дыбыс, 5 әріп бар. Оның екеуі дауысты, үшеуі дауыссыз дыбыс екен. Е дауысты, ың дауыссыз, б дауыссыз, е дауысты, к дауыссыз дыбыс екен. Тәтті, екі буын бар, 5 дыбыс бар, 5 әріп бар. Оның екеуі дауысты, үшеуі дауыссыз дыбыс. Т дауыссыз, ә дауысты, т дауыссыз, т дауыссыз, дауысты дыбыс екен. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, 4-ші жаттығуға қарайық. Дыбыстарды дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажыратып, топтап жаз. Яғни балалар, бізге суретте не берілген? Қауын мен асқабақ берілген. Осы қауын мен асқабақта әріптер беріліпті. Осы әріптерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажыратып жазамыз. Дәптермен жұмыс. 4-ші сабақтағы балалар 3-ші жаттығуды және 4-ші жаттығуды орындаймыз. Одан кейін тапсырма берілген. Тапсырманы да дұрыс көркем етіп орындайық. Жарайсыңдар балалар, өздеріңді бас бармақ арқылы бағалап көріңдер.